Балалар, математика пәні 18-ші сабақ. Бұл сабағымыздың тақырыбы 0 және 1 санымен амалдар орындау, жақшалы өрнектердің мәнін табу, Қазақстанның табиғаты туралы аңыздар. Бұл сабақта балалар көбейту мен бөлудегі нөлдің қасиетін әріпті теңдіктер арқылы жазып үйренеміз. Бірінші есеп, өрнектің мәнін тап, сонда сен фотосуреттердің қандай аңызға байланысты алынғанын білетін боласың. Қараймыз фотосуреттерге, шешуін табайық. Амалдардың шешуін табайық. Өрнектердің шешуін мәнін табайық. 1000 азайтылған, жақша ашылған, 580 қосылған, 120 жақша жабылған. 580-ге 120 қосындысы 700, 1000-нан 700-ның айырмасы 300, яғни іле мен қаратал дейді. Іле. Бірінші суреттегі іле өзені. 900 азайтылған, жақшаның ішіне 1000 азайтылған, 470. Тең 400-ге 400 бізде қаратал өзені, Үшінші, 120 қосылған, жақша ашылған, 1000 азайтылған 560, тең 560. Бура тауы, яғни Көкшетаудағы Бура тауы екен. Тамаша. Балалар, екінші тапсырма өзіндік жұмыс, қима қағаздардағы өрнектерді пайдаланып, 2-2-ден тура теңдік және теңсіздік қор дейді. Ал құрып көреміз. А нұсқасы 3 қосылған 5, 8, тең 8 көбейтілген 1-ге. Тура теңдік. 2 бөлінген 2, 1, тең 8 бөлінген 8-ге. 1 тең 1-ге. 1 көбейтілген 4, кем 6 қосылған 3-тен, яғни 4 кем 9-дан. 4 көбейтілген 1 артық 3 азайтылған 0-ден. 3 азайтылған 3-тен, яғни 4 артық 0-ден. Тура теңсіздік. Теңсіздіктер, енді ә нұсқасына қараңдаршы. 0 бөлінген 3 тең 9 азайтылған 9-дан. 0 тең 0-ге. 0 көбейтілген 4 тең 7 көбейтілген 0-ге. 0 тең 0-ге. 6 көбейтілген 1 артық 1 көбейтілген 2-ден, яғни 6 артық 2-ден. 4 бөлінген 4. Кем 3 көбейтілген 3-тен, яғни 1 кем 9-дан. Қараймыз балалар, бізде үшінші есеп өрнектердегі амалдардың орындалу ретін анықтап, олардың мәнін тап дейді. Ал балалар, үшінші есептің А нұсқасына қараймыз. 26 қосылған 12 бөлінген 6 тең 28. Бірінші бөлу амалын орындаймыз. Сосын барып қосу амалын орындаймыз. 12-ке 6-ны бөлсек 2, 2-ке 26 қоссақ 28. 200 азайтылған 7 көбейтілген 2 тең 186. Бұл жерде 7-ге 2-ның көбейтіндісі 10. 4, 200-ден 4-ның айырмасы 186. Жақшаның ішінде 130 азайтылған 25, көбейтілген 2 тең 210. Бұл жерде бірінші жақшаның іші орындалады, 130-дан 25-ті азайтсақ, 105, көбейтеміз 2-ке 210. 2 көбейтілген жақшаның ішінде 116, азайтылған 112 жақша жабылған, Жақшаның іші 4 болады, 2-ке 4-ның көбейтіндісі 8. Алдымен жақшаның ішін орындаймыз, сосын барып көбейту амалын орындаймыз. 5 көбейтілген 4 қосылған 36 бөлінген 9. Бірінші көбейтуді орындаймыз, сосын барып бөлуді орындаймыз, сосын барып қосуды орындаймыз. Бізде 24 шықты. 12 азайтылған 4 қосылған 2 көбейтілген 3 тең 14. Бұл жерде алдымен көбейту амалын орындаймыз, сосын барып азайтамыз. 8, 8-ге 6-ны қоссақ 14. Ары қарай балалар, ә нұсқасына қараймыз. 24 бөлінген 4, азайтылған 4 тең 2-ге. Алдымен бөлу амал, сосын барып азайту амалын орындаймыз. 18 бөлінген 6 көбейтілген 2 тең 6. Алдымен бөлу амалын, сосын көбейту амалын орындаймыз. 360 азайтылған 120 қосылған 240 тең 750. Алдымен азайту амалын орындаймыз, сосын барып қосу амалын орындаймыз. 360 азайтылған жақшаның ішіне 120 қосылған 240 тең 270. Алдымен жақшаның ішін орындаймыз, сосын барып 360-тан 630-дан 360-ты азайтамыз, 270. Жақшаның ішіне 14 қосылған 6 бөлінген 2 қосылған 560 тең 570-ке. Алдымен бұл амалда қосуды орындаймыз жақшаның ішіндегі, сосын барып бөлу амалын орындаймыз, содан кейін барып қосу амалын орындайды екенбіз. 200 қосылған 4 көбейтілген жақшаның ішінде 2 қосылған 3. 200 қосылған 4 көбейтілген жақшаның ішіне 2 қосылған 3. Бұл жерде бірінші жақшаның іші орындалады. Сосын көбейту амалы, сосын барып қосу амалы орындалады. 200
тең 220-ға. Келесі балар 4-ші есепке қараңдар, ауызша түсіндіре отырып есепте 1 көбейтілген 9 тең 9-ға, 73 көбейтілген 1 тең 73-ке, 1 көбейтілген 4 тең 4-ке, 8 бөлінген 8 тең 1-ге, 6 көбейтілген 6 тең 1-ге, 5 бөлінген 5 тең 1-ге, 23 бөлінген 23 тең 1-ге, 23 көбейтілген 1 тең 23-ке, 0 көбейтілген 8 тең 0-ге, 0 бөлінген 6 тең 0-ге, 53 бөлінген 53 тең 1-ге, 0 көбейтілген 19 тең 0-ге, 25 көбейтілген 0 тең 0, 18 бөлінген 18 тең 1-ге, 22 көбейтілген 1 тең 22, 22 бөлінген 22 тең 1-ге. Өзара байланысты сандарды тап, теңдіктер қор дейді. Қараймыз балар, бізде көбейту кестесі. Қарайықшы, 3 көбейтілген 4 тең 12, 3 көбейтілген 5 тең 15, 4 көбейтілген 4 тең 16, 6 көбейтілген 3 тең 18, 7 көбейтілген 3 тең 21, 5 көбейтілген 5 тең 25, 8 көбейтілген 4 тең 32, 8 көбейтілген 5 тең 40, 9 көбейтілген 5 тең 45, 45 бөлінген 5 тең 9, 40 бөлінген 5 тең 8, 32 бөлінген 4 тең 8, 25 бөлінген 5 тең 5, 21 бөлінген 3 тең 7, 18 бөлінген 3 тең 6, 16 бөлінген 6 тең 6, 15 бөлінген 3 тең 5, 12 бөлінген 4 тең 3-ке. 6-ші есепке қараймыз. Қысқаша жазылуы бойынша есеп құрастырып оны шығар дейді. Мұрат 8 беттен 6 әңгіме оқыды, Камила 7 беттен 9 әңгіме оқыды. Камила Мұраттан неше бет артық оқыды дейді. Қараймыз. Мұрат қанша бет оқыған бірі үшін біз 6-ны 8-ге көбейтеміз, 48 бет. Камиланікі бірі үшін 9-7-ге көбейтеміз, 63 бет. Және неше бірлікке артық, неше бірлікке кем екенін білу үшін үлкен саннан кіші санды азайтамыз. 63-тен 48-ның айырмасы 15 бет. Жауабы Камила 15 бет артық оқыды, балар. Енді қараңдаршы, ән нұсқасына қараймыз. Болғаны 9 беттен 4 ертегі және 6 беттен 3 ертегі. Оқылды 50 бет, қалған неше бет. Енді 9 беттен 4 ертегі болса 36 бет болады. 6 беттен 3 ертегі болса 18 бет болады, және қосайық. 36-18-ның қосындысы 54, барлығы 54 екен. Енді оқылған 50 беттен 54, жалпы барлығы 54-тен оқылған 50 бетті азайтсақ 4 бет қалады. Яғни оқылмаған 4 бет қалып тұр екен, балар. Бақшада шаршы тәріздес екі жер теліміне таңғұрай отырғызылған. Сен оларды периметрі бойынша сыммен қоршауға тиіссің. Егер әр жер телімінің ұзындығы 5 метрге тең болса, онда саған қанша метр сым қажет? Балар, қараңдаршы, бізге шаршы тәріздес екен белгілі болды. Әр жер телімінің ұзындығы 5 метр екен. Дәл осылай 2 жер телімі бар екен белгілі болды. Енді бізге қанша метр сым қажет екен білу үшін біз не істейміз? Периметрін тауып көреміз. Периметр А көбейтілген 4-ке, жақшаның ішіне 2-ге 5-ті көбейтіп аламыз. 10, 10-ға 4-ті көбейтеміз, яғни 40 метр. Жауабы бізге 40 метр сым қажет екен, балар. Егер оқушы өрнектерін мән амалдар бойынша есептеген болса, онда ол қандай өрнектің мән тапқанын анықта дейді. Қараймыз. 18-ге 3-тің бөлінісі 6, 500-ге 6-ны көбейтсек 506, яғни 500 қосылған 18 бөлінген 3 тең 506. Ән нұсқасына қараймыз. 35 азайтылған 23 тең 12, 12 бөлінген 2 тең 6, яғни жақшаның ішінде 35 тең 23-ті азайтамыз, оны 2-ге бөліп қояды екенбіз. 5 көбейтілген жақшаның ішінде 27 бөлінген 3 тең 49, яғни 27-ні 3-ке бөлсек 9, 5-ті 9-ға бөлсек 45 екен. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы сабақтарымызды жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар.